Қайреке, ассалаумағалейкум. Біздікіне покрышка бар ма? 350-ге. Қаншадан? Аха, хорошо. 12 мыңға бар. Аха, жақсы. 13 мың. Сау бол. Осында бар ғой да? Бар. Все, давай. Так, покрышка алуға келдім. Скутердің алдыңғы покрышкасы мынандай болып отыр. Камерадан көріне ма? Қараңыздар, жұмсақ. Қане көрейін. Қайреке, екінші жердім. Все, сау бол. Рахмет Қайреке, саудан жүрсін. Анаған сыймайды шығар. Сыймайды екен. В общем, покрышка алып алдық. Енді барып берсе сау алу керек. Бүйтіп аяққа отыра аламыз. Алдыңғы покрышкасы жаңадай желініп кеткен ғой. Қазір шиномонтажкеге барып берсе ауыстырып аламыз. Жалпы алдыңғы дөңгелекті шешіп берген жоқпын. Қазір бірінші рет шешіп қараймыз берсе. Жай жүрдім, қатты жүрген жоқпын. 40 сондаймен жүрем көбінесе. Өйткені алдыңғы бұрылған кезде де білінеді, жұмсақ болып кетеді кейде. Болмаса дөңгелегі 2,5 болып тұрған шығар. Желі. Батырдың нөмірі қанша дей? Ана шығар. Ассалаумағалейкум. Осы жерде бір орыс жігіт істейтін бе еді? Бірақ қай жерде сол шиномонтаж? Анау ма? Сен ауыстыра алмайсың ба жалпы? Все, давай, рахмет. Мопедистер толып жүр ғой, манау екен ғой, бәйсе. Бір жолдың бойында 3 шиномонтажка тұр ғой. Ассалаумағалейкум. Покрышка ауыстыру керек еді? Болды. Осы міне алдына новый диск покрышка салып алдық. Таңқиып тұр. Мына жағы 14-лік, мына жағы 17-лік ашасың. 17-лік жағын ашасың, 14-лік жағын ұстап тұрып. И салған кезде бірінші тормозный дискке салып, тормозный дискті саламыз, колодкеге, то есть. Содан кейін втулку ма не соны қоямыз. И содан кейін мына жақта мына ненің шлангысы бар. Соны орнына әкеліп қоямыз. Біраз уақыт отырдым енді, бірінші рет ашқаннан кейін. Салатын кезде көп уақыт кетті. Өйткені мына жағын салсаң, мына жағы түспей қалады да. Сөйтіп сөйтіп бүйтіп салынды әйтеуір. Қазір айдап көреміз берсе. Мына ескі покрышкасы. Ойбай. Іші нормально. Шиномонтажник айтты ғой. Алып кете бер деп. Уақытша тағуға болады деп. Бісміллә. Мына шиномонтажка
500 теңгеге жасап берді, сау болсын. Ана жақтарда да жасамайды екен. Я бісміллә.